Маңғыстау облысында есірткі сатушы ұсталды. Ақтаудың 57 жастағы тұрғыны 17 миллиграмм жылдамдық деп аталатын синтетикалық есірткі заттарын өткізу кезінде құрықталды. Так, руки покажите. У вас в кармане имеется запрещенные предметы? Что имеется? Что за наркотик? Опий? Бірнеше рет сотталған Ақтау тұрғынын тінту кезінде 3 миллиграмм экстракциялық апиын есірткі заты мен шприц, трамадол дәрілік затының пластинкасы және инъекцияға арналған басқа да шприцтер табылды. Ұсталған күдіктінің тұрғылықты жері бойынша тінту жүргізілді. В целях самозащиты. Мне никто запретить не имеет права у меня дома снимать. Я тоже буду снимать. Ұсталған ер адамның бауыры полицейлерге қарсылық көрсетті. Белгіленген процедура бойынша тінту жүргізу үшін көп күш жұмсауға тура келді. Нәтижесінде ұсталған адам тұратын пәтерде салмағы 5 граммнан асатын марихуана салынған целлофан түйіні және инъекцияға арналған 12 шприц табылды. Пожалуйста, отдайте вот это наручники. Я не отдам, это мои. Против вас. Я отдам его. От имени закона. Да хоть от имени, хоть с двух закон, это мои. Көкнар салынған пакет күдіктінің бауырының бөлмесінен, балконнан табылды. Сондай-ақ одан пышақ, электрошокер және металл қол күсен тәркіленді. Я не отдам вам. И ножик верните. Отдайте сюда ножик. Не кричите. Мы назначим экспертизу. Не да, это месяцами ваши экспертизы. Потом после экспертизы вам Какая вернут. экспертиза? В ходе проведения республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» на территории города Актау за совершение сбыта синтетического наркотика альфа-ПВП, то есть в народе скорость, был задержан 57-летний местный житель, уроженец города Актау. В настоящее время в отношении задержанного начато досудебное расследование по статьям 297 и 287 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Задержанный водворен в изолятор временного содержания. По уголовному делу проводится весь комплекс необходимых оперативно-следственных действий. Барлық тәркіленген заттар бойынша тиісті сараптамалар тағайындалды.